Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ерекше сочный дымлама жасайтын боламыз. Дәмі деген өте керемет. Мінекей, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: құйрық май, осылай жұқалап турап аласыздар. Ет қалауларыңыз бойынша турайсыздар. Енді біз тез пісу үшін жұқалап турап тастадық етті. Мінекей, тым жұқа болып кетті енді біздікі. Және картошка, сәбіз, жуа. Бәрін турап аламыз. Картошкамызды үлкендеу етіп, сәбізіміз енді біз жұқалап турадық. Жуамызды осылай полу кольцо етіп турадық. Чеснок, капустамыз, мінекей зіра. Үйіңізде қандай приправа болса, соны қоса бересіз. Дәмдеуіштерді, тұз, ұмытып кетпеңіздер. Мінекей астына осылай құйрық майды салып аламыз. Жайғастырып, май құймаймыз. Бәрін осының үстіне салып, бетін капустамен жауып дайындаймыз. Жуамызды саламыз. Аз-маз дәмдеуішімізді қосамыз. Зіра. Мінекей етімізді жайғастырып салып аламыз астына. Сарымсағымызды салып аламыз. Жуамызды саламыз. Еттің дәмі жақсы кіру үшін. Енді картошкамызды салып аламыз үстіне. Картошка тез піседі. Сондықтан да тез пісетін тамақ болғандықтан жұқалап турап алдық. Сәбіздердің бәрін, лавровый лист және үйдегі бар приправаны қостық. Зіра тағы да қосып жібересіздер. Енді өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштерді қоса берсеңіздер болады. Бізге зіра ұнайды, сондықтан да көп қостық. Тұзымызды салып, бетіне осылай 40 қабатымызды жауып аламыз. Біркелкі етіп салып, жан-жағының бәрін жауып, дымдау үшін. Үстіне приправамыз сеуіп, капустаға дәм беру үшін осылай. Су қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен осылай су қосып жердім. Мінекей, енді бір 40 минутта дайын болады тамақ. Қозғап әуре болмайсыздар. Оған дейін мен кешкі ауызашарға осылай салат жасап алдым. Салат енді өздеріңіздің қалаған салаттарыңыз жасай бересіздер. Бізде үйде помидор, огурцы болғандықтан осын жасап алдық салатты. Көк жуамызды турап, тұзымызды салып, оливковый масламызды қосып жіберіп, осылай кешкі асқа дайындық ауызашарға. Мінекей, дайын біздің дымлямамыз. Сочный, өте дәмді, қуырып жанында қозғап әуре болмайсыздар. Мен каналыма тіркеліп, қоңырауша басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.